Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы бауырсақтың жасалу жолын ұсынамын. Бауырсақ әр өңірде әртүрлі жасалады. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Бауырсақты үнемі осы рецептпен жасаймын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін бауырсақты сізде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз. Оның үстіне ашытқыны саламыз. Тұзды саламыз. Қантты саламыз. 2 ас қасық ұн саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ашытқымыз көтерілу үшін бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Ашытқының балғын түрін пайдаланыңыздар, жақсы көтерілетін болады. Сонан соң дайын болған ашытқыны ыдысымызға құямыз. Оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқы кезде силиконды лопаткамен немесе қасықпен араластырамыз, ары қарай қолмен илейміз. Сонан соң аздап сұйық май құямыз, тағы да жақсылап илейтін боламыз. Мінекей бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Қамыр көтерілу үшін бөлме температурасына 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Мінекей достар, қамырымыз 1,5 сағат тұрды. Қамырымыз жақсы көтерілген. Қамырды ыдысымыздан алып 2 бөлікке бөлеміз. Қаласаңыз 2-ге бөлмей бірден жая берсеңіздер болады. Ұнды аз-аздан сеуіп отырып жаямыз. Қамырды қатты қалыңда жұқада етпей орташа етіп жаямыз. Жайып алған қамырды видеодағыдай кесіп шығамыз. Қаласаңыз бауырсақтың формасын дөңгелек қылсаңыз да болады. Менің каналымда ашытқы мен ашытқысыз жасалатын бауырсақтың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Екінші қамырды дәл осылай қайталап шығамыз. Дайындап алған қамырдың бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Мінекей қамырымыз тағы да көтерілді. Енді қатты қызып тұрған майда бауырсақтың барлығын пісіріп аламыз. Мен бауырсақты үнемі сарғайтып пісіремін, қаласаңыз қызартып пісіріңіз. Арасы толықтай піседі, жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін бауырсақты сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.